бір жаңадан бас құраған семьяның ешқандай қарыз құрыз жоқ, өзіне тән кәсібі бар бір отбасының баю қиялы не үшін жоқ болады, немесе үрейлі түске айланады. Енді бұл жерде маңызды түйін бар, ол тағы да экономикалық көзқарас. Біз үнемі айтып келе жатырмыз. Егер адамдарда бір дұрыс болған экономикалық көзқарас болмаса, онда ақшаның көптігі мәселені шешпейді. Бұл бейне Магрит ханымның бір жылда 100 мың долларға жетпейтін мағаш алса да, өмірін соншама баяшатты және өмірінің соңында бірнеше миллион доллар байлық қалдыруын. Ал сонымен қарама қарсы, анау Даниэль Стиптің 20 жылдың ішінде 50-де 100 миллион доллар ақша тапса да, 35 жасында бала шағасын баға алмай қалуының себебі. Яғни дұрыс болған экономикалық көзқарас адамдарды қайтеді, экономикалық еркіндікке шығарады. Біз ылғи да басымызды еңіске салып алып, тіпті де көп ақша табу үшін жан таласып жатқан кезде, мүмкін әлде біреулер сәл ғана өзін тоқтатып, қайткен кезде ақшаны орнына дұрыс қолдануға болады дегенді зерттеп жатқан болу керек. Ал ондай болатын болса, көптеріңізге әбден таныс, немесе кейбіреулеріңіз әлі де оқи алмай жүрген, арманда жүрген мынау Бардам әке мен Зардам әке кітабы не дейді? Мұнда қараңыздар, мынау бір жас семьяның біртіндеп қарызға малтығуының себебін бейнелеген кесте. Қараңыздар, бұл отбасында, жаңадан құрған отбасы, өзіндік табысы бар. Оларда ешқандай қарыз құрыз жоқ, және сонымен қатар оларда мал мүлік те және қарыз да жоқ. Ал жақсы, енді осы семья не үшін біртіндеп жаңағы қарыздың батпағына батып қалады? Онда біз мына кестеге қарап көрейік. Мінекей, қайта кіріс тұрақты бар еді да, мінекей кірісі бар еді бұл семья. Енді осы кіріспен бірлікте қайта бізде біртіндеп көптеген шығындар пайда бола бастады. Жаңағы өзіміздің шамамыздан тыс машинаны сатып алдық. Өзіміздің шамамыздан тыс отырыстарға бардық. Дастарханымызды елден сөзсіз түрде асырып жазу үшін, елден асып көріну үшін қайтық артық шығындарды жасадық. Соның нәтижесінде тапқан ақшамыз шығын ретінде және қажетсіз шығын ретінде қайта шығып кетті. Сондан біз жан таласа жаңағы дүрмекке ілескендігіміз себебінен бізде ешқандай не болмады? Мал мүлік болмады. Және маңыздысы қайтты? Біздің қарызымыз біртіндеп өрлей түсті. Сондықтан осы бір кесте бұл мәселені өте түйінді түсіндіреді. Әрине, бұл кішкене ғана кесте үшін ғана ойланатын болсақ, онда бізде және де көптеген түсінбестіктерменен қарама қарсы пікірлер жарыққа шығуы мүмкін. Ол үшін біз сөзсіз түрде мына кітапты толығымен оқып шығуымызға тура келеді. Мен әрбір экономикасын дұрыстасам деп жүрген азаматтардың немесе азаматшылардың сөзсіз түрде экономикалық көзқарасқа ие болуын, экономикалық білімге ие болуын үміт етемін. Өйткені осындай экономикалық білімдер болмай тұрған кезде мен де ай сайын тапқан табысымның сыры қайда кетіп жатқандығын білмейді. Және ол табыс менің жеке басым үшін жетіп асатын еді. Немесе сол кезде мен жалғыз өзім тапқан кірісті бүгін мен отбасыма да жеткізіп отырмын. Және белгілі дәрежедегі мал мүлік жинақтай алдым. Онда мәселе шын мәнінде Бардам әке айтқандай ақшаның көптігі мәселені шешпейді екен. Ақшаның көптігі немесе ақшаның аз болуы бүгінгі мәселелердің келіп шығуының себебі де емес екен. Ең негізгі мәселе біздің осы ақшаны дұрыс қолдана білуіміз екен. Яғни жаңағы кірім, шығын, қазына және қарыз, сонымен қатар қор секілді маңызды экономикалық көзқарасты танып білуімізде екен. Құрметті достар, олай болса біз осы бірнеше күн ішінде осы Бардам әке және Зардам әке кітабын негізгі арқау ете отырып бір экономикалық сабақ орналастырмақшымыз. Қатынасам деген достар, жекелікке сөз қалдырыңыздар. Мынау АТО 2025 деген хат нөмірі бойынша, немесе осы дойын нөмірменен осы шипин нөмірге қосылып алсаңыздар болады.